Баршаңызға сәлем. Бүгін біз Дженнифер Лопес жайлы айтамыз. Дженнифер Лопес аты аңызға айналған әйел. Ол 54 жаста, бірақ сіз бұл аяқтарды және басқаларын көріп тұрсыз ба? Жұлдыз сұлулығының сыры дұрыс тамақтану мен жаттығуда деп ант етеді. Аңғал естіледі. Біз Джейлоның шынайы өмірі қандай болатынын тереңірек зерттеуді шештік. Ол өзінің фигурасымен мақтана ма, әлде олардан ұяла ма? Әйгілі сақтандырылған бөксе табиғатынан әдемі ме, әлде біреуін осылай жасады ма? Дженнифер Лопес барлық жерде жетістікке жеткен сияқты, бірақ жеке өміріндегі сәтсіздіктен кейін сәтсіздікке ұшырайды. Неліктен соншалықты әдемі және табысты адам әлі күнге дейін толыққанды қарым-қатынаспен бақытты отбасын құра алмайды? Жұлдыздың тұлғасы өтірікке толы болғандықтан оны бірден анықтай алмайсыз. Арнаға жазылыңыз және біз оны бірге анықтаймыз. Біз сізге Дженнифер Лопестің не туралы өтірік айтып жатқанын айтамыз. Оның жастық пен жігерлігінің сыры неде? Және ең бастысы, атақ үшін не төлеу керек? Ол сұлулықтың идеалды бейнесі деп аталады. Джейло өзінің мансабын нөлден қарапайым биші ретінде бастады. Енді ол барлығында бірінші. Шоу-бизнестегі ең бай әйелдердің бірі. Фильмнің және альбомның бірінші жұлдызы. Бір уақытта шыңға көтерілген. Тарихтағы американдық хит-парадтарда бірінші орын алған алғашқы ремикс альбомның авторы. Шексіз жалғастыра беруге болады. Актриса, әнші, парфюмер, іскер әйел. Ол неге соншалықты керемет? Неге оны талант үшін жақсы көреді ме, әлде өшпес сұлулығы үшін бе? Джейлоның алғашқы үлкен табысына оның сыртқы келбеті әсер етті. 2000 жылғы Грэмми салтанаты ол үшін дәуірлік оқиға болды. Дженнифер Лопес жалаңаш Versace көйлегін киіп аңызға айналды. Оның киімі көшірме тарихына енді. Көйлектер 20 жылдан кейін де сатылуда. Google'дың атқарушы директоры бұл киім Google суреттер бөлімінің пайда болуына себеп болғанын мойындады. Бұған дейін фото бойынша іздеу мүмкін емес еді. Джейлоның сұлулығы әлемді өзгертті. 2011 жылы тағы бір жарылыс. People журналы Дженнифер Лопесті планетаның ең әдемі әйел деп таниды. Жұлдыз 41-де. Бірақ ол 25 жастағы арулармен жарысып жеңіске жетеді. Қазір 2020 жыл, бірақ Джейло әлі жарқырап тұр. Ашық суреттер, мұқабалар, фотосессиялар. 20 жылдан кейінде әнші аңызға айналған көйлекпен подиумға шығып, тағы да бір көпшіліктің қошеметіне бөленді. People's Choice Awards марапатында қызыл көйлек киген Джейло 2020 жылдың иконасы атанды. Ал жаңа синглдың каверіне ол толығымен жалаңаш түсті. Инстаграмда бір суретке 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион. Ұмытыңыз, бұл фотолар 12 сағатта 6 миллионнан аса лайк жинаған. Viagra тобының бұрынғы солисті Анна Седокова әншіні құдай деп атады. Және мыңдаған комментаторлар онымен келіседі. Бәрі біз ойлағандай керемет пе? Джейло өзін-өзі жас әрі күшті сезінетінін айтады. Бірақ оған барлық жанкүйерлер сене бермейді. Американдық музыка марапаттарынан кейінгі Инстаграм желісіндегі таңғы оқиға тіпті жанжалға алып келді. Әнші төсектен бірден макияжсыз тұрған фотосын желіге жүктеген. Бірақ Daily Mail оқырмандары макияж бен сүзгілерді қарап шықты. Макияждың өзі жаман емес, бірақ бұл туралы неге өтірік айту керек? Жұлдызға негатив теңіздей құйылды. Таңертеңгілік басқа суреттерде жалған деп аталды. Және олар Дженнифер Лопеске жас көрінуді доғаруға және желіден жасыруға кеңес берді. Джейло бұған қалай қарады? Ешқандай да. Жұлдыздың бірінші ережесі сынға мән бермеу. Егер хейт оны сындырса, ол баяғыда болатын еді. Өйткені Дженнифердің өмірі тек тамаша болып көрінеді. Сіз білесіз бе, ол алтын таңқурай антижүлдесіне 12 рет ұсынылып, 2-ін ғана жеңіп алған. Оның фильмдері сынға ұшырап, талантына күмән келтірген. Ал оның мақтанған келбеті оны 23 жасында сәтсіздікке ұшыратты. Осы жаста Дженнифер отыра бастады. Бірқатар сәтсіздіктер кез келген адамды күл-талқан етуі мүмкін, бірақ Джейло емес. Оның сонша күші мен қайсарлығы қайдан? Жай ғана Дженнифер Лопес күресшіл. Ол спортпен айналысқан және біз таңертеңгі жеңіл фитнес туралы айтпаймыз. Джейло бала кезінен гимнастикамен, жүгірумен, софтболмен айналысқан. Ол қазір биге триатлонға сенімді қатысады. Оның сәнді формаларына 2 жаттықтырушы жауап береді. Бірінші Трейси Андерсон, Мадонна, Шакира, Гвинет Пэлтроу сияқты басқа да жұлдыздардың фитнес тәлімгері.
Оның жаттығу әдісі Джейлоны еліктіретін аяқтарын жасады. Дэвид Криш тамаша бел мен жұлдыздың бөкселеріне жауапты. Ол жаттығу доптарын, жаттығу белдіктерін және арнайы жаттығуларды пайдаланды. Сіз Джейлоның әйгілі бөксесі құдайдың сыйы деп ойлайсыз ба? Бірақ олай емес. Оны Дэвид қалыптастырды. Ал оның негізгі құралы жүрек тұмсық жүру жаттығуы. Сізге Джейлоның бөксесі ұнай ма? Жауап беруге асықпаңыз. Әнші өз денесін жақсы көретінін айтады, бірақ оның әрекеті керісінше көрсетеді. Тек мадам Тюссемен болған жанжалды еске түсірейік. Мұражай қызметкерлері атақты адамдардың балауыз мүсіндерін миллиметрлік дәлдікпен жасайды. Бірақ Джейло оны өзінің мүсінін көргенде жанжал тудырған. Оның өтініші бойынша мүсіннің жамбасы мен бөкселерінен 2 килограмм балауыз алынды. Оның қанша салмақ жоғалтқанын елестете аласыз ба? Осыдан кейін жұлдыздың жанкүйерлері мүсінді бағаламағаны таңғаларлық емес. Бірақ Джейлоның еліктіргіш бөксесі оның басты ерекшеліктерінің бірі. Жұлдыз тіпті оны 27 миллион долларға үлкен сомаға сақтандырды. Дегенмен жаңа стильдегі фотосуреттерде тек бөксе, оқтай түсу аяқтар, жіңішке бел ғана емес, барлық жері сәнді көрінеді. Бірақ 54 жаста осындай керемет көрінуге бола ма? Егер сіз Дженнифер Лопес болсаңыз, әрине болады. Джейлоның өзі мұның мүмкін екеніне сенімді. Ол құпияның қарапайым екенін айтады. Жаттығу және дұрыс тамақтану. Босанғаннан кейін қалпына келу үшін жұлдыз вегетариандық диетаға көшті. Өкінішке орай ол ұзаққа бармады. Енді Джейло қант, тұз, кофе және алкогольді толығымен тастады деп мәлімдейді. Зияны жоқ, тек табиғи өнімдер, максималды талшықпен ақуыз. Керемет естіледі, бірақ бұл шындық па, әлде баспасөз үшін жақсы ертегі ме? Инстаграмда жұлдыз бірнеше рет тағамның және оның ішінде калориясы жоғары құймақ пен торттың суреттерін жариялады. Алғыс айту күніне арналған фотосуретте шампан және апельсин шырыны коктейльдері бар. Сондай-ақ оның Пуэрто-Рико тағамдарымен жиі еркелетеді. Ал оның бұрынғы жұбайы Алекс Родригес сүйіктісінің балмұздақ пен шоколад чипстерін жақсы көретінін айтқан. Әнші жанкүйерлерін ішімдік, тұз, қанттан бас тартуға шақырады, бірақ өзі еш нәрседен бас тартпайды екен. Қызық. Жарайды. Қант тұра тұрсыншы, сушы. Әнші сұлулық сырымен бөлісуді сұраған сайын есіне алады. Жұлдыз судың терге пайдалы екеніне сенеді. Күніне 7 стақан ішсеңіз, бетіңіз нұрлы және ылғалданған болады. Бірақ жас көріну үшін судың өзі жеткіліксіз. Джейло үнемі күннен қорғайтын кремді қолданып, пилинг және бетке массаж жасайтыны белгілі. Барлық маскалар мен кремдер жұлдызға жеке жасалады. Толығымен эксклюзивті. Бірақ тағы да бар. Талапшыл адамдар Джейлоның сұлулығы табиғаттан, тіпті атақты косметикадан емес. Хирург Айхам Аль-Аюби жұлдыздың бет әлпетін алғашқы фотосуреттерімен салыстырып, мұнда пластикалық хирург жұмыс істегені анық екенін айтты. Жанжал соншалық Айхамов кешірім сұрауға мәжбүр болды. Джейло нақты пластикалық операция болған жоқ деп сендіруде. Бірақ жылдар өтіп басқа пластикалық хирургтар осындай қорытындыға келеді. Беттің сопақшасы жасқа байланысты өзгеруі мүмкін, бірақ мұрын қалай өзгереді? Шеміршектің контуры қазірдің өзінде өзгерген. Дәрігерлер бұл ринопластика нәтижесі екеніне сенімді. Жұлдызға толтырғыштар, ботокс инъекциялар және маңдай тігісі кірген. Мүмкін оны жіптермен түзетусіз жасау мүмкін емес еді. Ал хирург Тимур Хайдаров жұлдыздың бөксесінде жасалғанына сенімді. Жаттығулар арқылы мұндай айқын формаға қол жеткізу мүмкін емес. Джейлоның сиқырлы сұлулығы фантастика немесе хирургтар өздерінен назар аудару үшін өтірік айтады. Кейбір косметологтар жұлдызды жақтады. Олар сыртқы келбетіңізді жақсарту үшін пышақ астына түсудің қажеті жоқ деп санайды. Өйткені аппараттық процедуралар мен инъекциялар пластикалық хирургия емес. Плазматерапиясы, ботокс және басқа нәрселер жалған емес. Қазіргі әлемде бұл әдептілік ережесі. Жазықсыз процедуралар мен бет әлпетті өзгерту арасындағы шекара қай жерде деп ойлайсыз? Комментарийға өз пікіріңізді жазыңыз. Айтпақшы, жұлдыз пластикалық хирургия туралы да айыптауларды да елемейді. Оның табысының басты құпиясы тұрақты психикада болған сияқты. Дженнифер өзімен үйлесімде. Ол жанкүйерлеріне медитация жасауға, тыныс алу жаттығуларын жасауға және өзін жақсы көруге кеңес береді. Білесіз бе, бұл бізге Джейлоның Анита кейіпкері. Сіздің анаңызды қалай кездестірдім?
телехикаясында ойнаған рөлін еске түсірді. Алдында өзін жақсы көретін әйел, харизматикалық, жарқын, ұмытылмас, алдында ер адамдар үйіліп жататын әйел кейпін есімізге түсірді. Сол автопортретке ұқсайды, бірақ Анита ең жағымды адам емес. Ол капризді, зиянды және тым талапшыл болып шығады. Нағыз Джейло. Ол сұхбатында нағыз періште сияқты көрінеді, бірақ инсайдерлер Дженнифер Лопестің тәкаппар екенін айтады. Ол қызметкерлерге менмен және дөрекі, ал оның шабандозы Голливудтағы ең ақылсыздардың бірі. Әнші оған жеке жағажай, былғары, дәретхана орындығы және гауһар тастармен безендірілген құлаққап берілмейінше өнер көрсетпейді. Ол бірнеше концерттер мен сұхбаттарды тек өз қалауымен бұзды. Джейло өзінің керемет сұлулығының арқасында біраз жұлдызға айналған сияқты. Оның «Анаммен қалай таныстым» сериалындағы кейіпкері Анита ол үшін нашар аяқталған. Ол азғыруға тырысқан адам одан бас тартты. Сериал бізге Дженнифер Лопестің нақты тағдырын сипаттаған сияқты, өйткені бұл қарым-қатынастар өмірінде де бар. Кубалық Анджаниомен неке 1 жыл ғана созылғанын білеміз. Рэпер Пи Ди Димен келісімі үзілді. Әдемі биші Кристаш 1 жыл бойы күйеуі болды, ал Бен Аффлек неке сарайынан қашып кетті. Голливуд актері үйлену тойына 1 сағат қалғанда қарым-қатынасын үзген, өйткені баспасөздің қысымына төтеп бере алмаған. Бірақ Джейло мінезінің қандай екенін біле отырып, мұндай дивамен жұмыс істеу тұрмақ, бірге тұру сынақ болмақ. Қарым-қатынас туралы не айтуға болады? Марк Энтонимен үйлену, биші Каспер Смартпен қарым-қатынас, рэпер Дрейкпен қарым-қатынас. Мұның ешқайсысы әншіні қуантқан жоқ. Бәлкім бұл жұлдыз өзінің мансабындағы сәттілік үшін жалғыздықпен төлейтін карма шығар. Қазір Джейло өзінің ханзадасын тапқан сияқты. Ол бұрынғы баскетболшы Алекс Родригес. Келісім және басқа жанжал Алексті алдады деп айыптады. Джейло бәрін жоққа шығарады. Үйлену тойы 2020 жылдың жазына жоспарланған болатын, бірақ ешқашан болмады. Пандемия кінәлі ме немесе ерлі-зайыптылар енді өз сезімдеріне сенімді емес пе? Керемет сұлулық пен мәңгілік жастық бақыттың кепілі емес сияқты. 2021 жылдың наурызында ерлі-зайыптылардың ажырасуы туралы қауесеттер белсенді түрде тарады. Бірақ Лопес оларды жоққа шығарды. Ал сәуірде бұрынғы ғашықтар дос болып қалатынын, бірге жұмыс істейтінін және бір-біріне қолдау көрсететінін атап өтіп ажырасқандарын растады. 1-2 айдан кейін жұлдызды бұрынғы жігіті Бен Аффлекпен бірге байқады. Шетелдік бақ хабарлағандай, бұрынғы ғашықтар тау шаңғысы курортында бірлескен демалыста болған. Айтпақшы, актер бұған дейін де бұрынғы сүйіктісі Ана де Армаспен ажырасып кеткен. 52 жасында Лопес өзінің Инстаграм аккаунтында Аффлекті сүйіп тұрған суретін жариялады. Осылайша романтиканы растады. 2022 жылдың сәуірінде Дженнифердің Бенге үйленетіні белгілі болды. Ол қуаныштан жылап тұрған изумруд түсті гауһар сақинасын көрсетті. Екеуі де бақытты неке үшін екінші мүмкіндікті жіберіп алмауға тырысты. Сондықтан соңғы уақытқа дейін олар күйеу мен әйел болғысы келетіндер туралы баспасөзге хабарламады. Шілде айында TMZ өз дерек көздеріне сілтеме жасап, Лопес пен Аффлектің үйлену тойы туралы хабарлады. Лопес бұл жаңалықты растап, рәсім Лас-Вегастағы шағын часовняда өткенін айтты. Үйлену тойы туралы түсініктеме берген атақты өзінің веб-сайтына Дженнифер Лин Аффлек ретінде қол қойды. Ерлі-зайыптылар тамаша үй іздеуге 1 жыл жұмсады. 2023 жылдың жазында олар Беверли-Хиллздегі сәнді сарайдың иесі атанды. Оллингфордтың жылжымайтын мүлік 12 жатын бөлмелерімен және 2 есе көп жуынатын бөлмелерімен мақтана алды. Үйдің аумағында үлкен бассейн, бокс рингі, тренажер залы, тіпті тырнақ салоны бар шаштараз болды. Менің қарақшы үйлену тойым экшн-комедиялық фильмінде Дженнифер Джош Дювалмен дуэтте ойнады. Актриса үшін мұхиттағы экзотикалық түсірілім қайғылы аяқталуы мүмкін еді. Барлық трюктерді өз бетімен орындаған ол жардан құлап кете жаздады. Бақытымызға орай Джош дер кезінде әрекет етіп әріптесін аман алып қалды. Егер бұл жоба өтпелі жоба болса, Лопестің фильмографиясындағы келесі элемент Netflixтің ең танымал 10 фильмінің қатарына енді. Біз Дженнифер бас рөлде қайтадан пайда болған Ана фильмі туралы айтып отырмыз. Толық метражды триллерді көргендер актрисаның өзгеруіне таң қалды. Бүгінгі шығарылым осымен аяқталды. Қызық болса лайк басып, каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.